Амансыңдар ма? Менің отбасым. Хат басынан жаза кетейін, менде барлығы жақсы. Міне, сіздерді, ауылымды, елімді артқа тастап қолыма қару алып майданға келгеніме бар жоғы 3 ай. Бірақ бұл сұм соғыстың қашан бітері бір Аллаға аян. Бірақ мен жеңіс біздікі болатынына нақ сенем. Бәрінен бұрын мен сіздерді қатты сағындым. Анашым, сенің ыстық алақаныңа, сенің айналайын деген сөздеріңе дәл қазір мұқтажмын. Менің қасымдағы солдаттар аналарын, әйелдер мен балаларын көруге асығып жүр. Дәл қазір бұны жазудың өзі әрине қиын. Бірақ сенесіздер ме? Айналамыздағы көп адамдар аштықтан қырылып жатыр. Толассыз жаңбырдың өзі түрлі кедергісін тигізуде. Жараланғанда далып кетудің өзі мүмкін емес. Ал Гитлер болса, біздің барлық бақытты өмірімізді ұрлады. Ендігі бақыт ол жеңіс күні деп білем. Жақсы анашым, мен осымен хатымды тәмамдадым. Сендерді қатты жақсы көрем. Қандай жағдай болмасын, сендер менің жүрегімдесіңдер. Алла жазса жолығармыз.